Армысыздар достар, менің есімім Нұрбол Өнерхан, азаматтық белсендімін. Видео жазуға қолым енді босап жатыр. Бұл Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов ауданы, Бірлік ауылы. Бүгін 14 мамырда сағат 10 аса бейбіт есімді учаскелік полиция келді. Ол маған қатысты әкімшілік іс қозғалғанын айтты. Петропавл қаласында менің әлеуметтік желімді мониторинг жасаған екен. Жалған ақпарат тарату бабы бойынша құқық қорғаушылар бейбіт есімді учаскелік қызметкердің маған қатысты заң бұзушылықтарға жол бергенін айтып отыр. Біріншіден, заң атымен деген сөзді айтқан жоқ. Екіншіден, маған сен деп сөйледі дейді. Ол құқық қорғау заң бойынша, әдеп кодексі бойынша маған сіз деп сөйлеуге міндетті. Және орысша сөйлегенін өздеріңіз көрдіңіздер. Полиция қызметкері мемлекеттік тілді білуге міндетті. Сөйтіп 11 кезінде мені Жаңаесіл аудан полиция бөлімшесіне апарды. Сол жерде хаттама толтырылды, әкімшілік іс қозғалды. Кешке дейін сол жерде отырдым. Әкімшілік істі сотқа жіберді. Кешкі 6 кезінде Жаңаесіл ауданында сотында әкімшілік іс қаралды. Сот бір 5-10 минутта өтті. Менің не айтқанымды тыңдағанда жоқ. Алдын ала саяси бұйрық бойынша маған әкімшілік айыппұл салынды, 78 мың теңге көлемінде. Әкімшілік іс қозғауға себеп болған нәрсе. Бұның алдында Мұхтар Қабылұлы 23-24 сәуірде Қазақстанның кезекті ассамблеясының сессиясы өтеді. Сол жерде Қазақстанның Ресейдің құрамына одақтас ел ретінде кіру жайлы референдум өтуі мүмкін деп айтып ескерткен болатын. Сол бойынша мен өзімнің конституция құқығымды пайдалана отырып, сөз бостандығын пайдалана отырып, пост жазған болатын. Соны олар жалған ақпарат тараттын деп айыппұл салып отыр. Бұл Тоқаевтың жаңа Қазақстаны. Бір айта кетерлігі, біздің жылдар бойы айтып жүрген саяси экономикалық бағдарламаларды жүзеге асыруға болатын Назарбаев пен Тоқаев өте жақсы біледі. Оларға тек ол керек жоқ. Сол себепті олар бізді қудалап, жалған айыппұл салып, әкімшілік қамаққа 15 тәулікке жауып, тіпті қылмыстық іс қозғап жатыр. Сондықтан халық біздің мемлекет бай екенін түсіну керек. Мына жоқшылық қолдан жасалған, мына диктаторлық жүйені өзгертіп, демократиялық жүйе құрған кезде бізде аз уақытта бәрі өзгеретін болады. Осыны саналы түрде түсініп, оппозицияны жаппай қолдап, қаржылай қолдау жасау маңызды.